Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай қытырлақ 5 минутта дайын болатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Балаларыңызға печенье сатып алып бермей, міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Печенье тез дайын болады, сондықтан духовканы қыздырып дайындап қоюға болады. Ал енді бастайық. Ең алдымен ыдысқа бөлме температурасында еріген сары майды, үстіне ыстық суды, өсімдік майын, қант және тұзды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Суымыз міндетті түрде қайнап тұрған ыстық болуы қажет. Осылай араластырып аламыз, одан кейін қойып қоямыз. Құрғақ ингредиенттерді дайындап аламыз. Құрғақ ингредиенттер, яғни крахмал, ұн және де разрыхителді араластырып алуымыз қажет. 50 грамм крахмалды өлшеп аламыз, одан кейін үстіне електен өткізе отырып ұнды саламыз. Крахмалдың кез келген түрін қосуға болады. Картофельный крахмал болса да, жүгері крахмалы болса да. Егер де крахмал болмаса, оның орнына ұн салуға да болады. Тек ұнға елесек те болады. Егер крахмал қоссаңыз, кішкене қытырлақ болып келеді печенье. Барлығын қосып, араластырып, қамыр елейміз. Басында қасықпен елеп алып, одан кейін қолмен елей беруге болады. Егер де қамырымыз жұмсақ болып жатса, кішкене тағы да ұн қосып елеуге болады. Қамыр жұмсақ әрі қолға жабыспайды. Қамырмен жұмыс істеу өте ыңғайлы. Осындай формаға пергамент қағазын төсейміз. Жаңағы қамырды теңдей екіге бөліп, осы ыдыспен бірдей етіп жайып шығамыз. Менде ыдысымның ұзындығы 40, ал ені 30 сантиметрлік форма. Яғни осы қамырды осылай формамыздың жан-жағына толық жететіндей етіп, жұқа етіп жайып шығу керек. Яғни біздің қамырымыз жұқа болған сайын печеньеміз де хрустящий болып келеді. Қалыңдығын өзіміздің қалауымызша жая беруге болады. Маған печенье кішкене қытырлақ болып тұрғаны ұнайды, сондықтан жұқа етіп жайып алдым. Бетіне жұмыртқаны толықтай жағып, одан кейін кез келген дәнді себуге болады. Мен кунжут екіншісіне жаңғақты сеуіп шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз, яғни қызарғанша ұстаймыз. Кунжутпен де, жаңғақпен де өте дәмді шықты. Бетіне кез келген дәндерді себуге болады. Күнбағыстың дәндерін, немесе кунжут, күнбағыс дәні, жаңғақ барлығын араластырып жасауға да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, печенье тез дайын болады. Ең бастысы дәмді, қытырлақ болып келеді. Ас болсын.